Алла Құранда өз пендесіне 4 нәрсеге қарап ойлану керектігін баяндаған білесіз бе? Алла Ғашия сүресінде баян етеді. Афала янзуруна илал ибили кайфа хулиқат. Олар түйенің қалай жаратылғанына қарамай ма деді. Екінші ва илас самаи кайфа руфиат. Олар аспанның биіктетіліп тіреусіз тұрғанына қарамай ма деді. Ва илал джибали кайфа нусибат. Олар таулардың қазық болып жерді ұстап тұрғанына қарамай ма деді. Ва илал арди кайфа сутихат. Олар жердің қалай төселіп тіршілік етуге қалай берілгендігіне қарамай ма деді. Осы 4 нәрсеге қарап адам баласы ойланып Құдайдың мейірімділігін, адамға деген рахымдығын, оның құдіретін сезініп тафаккур қылуды баян етті. Біздерде осы нәрселерге қарап Алланың құдіретіне көз жеткізіп ойлануымыз керек.